саламатсыздар ма? Біздің бүгінгі сыр сұхбаттың қонағы ауданымыздың мәртебесін көтеріп жүрген Жұбан ауылдық кітапханасы Айлет комьюнити орталығының меңгерушісі. Жыл үздігі 2011. Батыс Қазақстан облысы жастар сыйлығы үздік студент номинациясының дипломанты 2012 жылы Алматы қаласында өткен Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 21 жылдығымен Орталық Азия университетінің 15 жылдығына орай өткізілген Жыр дода республикалық ақындар айтысының дипломанты. Казталов ауданында тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай өткен республикалық жас ақындар айтысында бас жүлде иегері. Рухани қазына 2022 мәдениет пен өнер қызметкерлерінің байқауында Батыс Қазақстан облысы бойынша үздік ауылдық кітапхана қызметкері атанып, Түркістан облысында сол атақты қорғап келген Асыл домбыра 2022 республикалық ақындар айтысында дипломанты. Шымкент қаласында өткен Күміс домбыра 2022 ақындар айтысының дипломанты. Ақжайық аудандық жыр арқауы жақсылар атты айтыстың бас жүлде иегері. Қаратөбе ауданында өткен Александр Қауеновты еске алуға арналған республикалық ақындар айтысында 2-ші орын жүлдегері. Суырып салмалық айтыс өнерінің өкілі, қабілетті, қарымды, әдебиет мәдениетке деген ынтасы зор, ауылымыздың мәртебесін көтеріп жүрген абыройлы азаматтардың бірі Шәкенов Мейірман Орынбасарұлы. Қош келдіңіз, Мейірман ағай. Көңіл күйіңіз қалай? Рахмет. Қайырлы күн. Алдымен осынау сыр сұхбат бағдарламаларымыздың мәртебелі мейманы ретінде мені таңдағандарыңызға ерекше рахмет. Көңіл күй жақсы, азаптан ауырып отырмыз, ел қатарымен. Сыр сұхбаттың дәстүрі бойынша өзіңіз жайлы анықтамамен бастайық. Өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз. Мен 1993 жылы Қап туған қаңтардың 30-шысында әлемге мен қазақпын деп атой салған, 90 жебесі атанған, алпы күллі қазақтың алаштың мақтанышы Жуан Молдаған дүниеге келген. Сізбен біз дүниеге келген, осы өңірде дүние есігін аштық. Жалпы біздің туған топырағымыз өте текті, өйткені қазаққа ақын жазушылардың бір қатарын сыйлаған қасиет біздің өлке. Және осы Жұбан туған өлкеде, Сықанғали туған өлкеде, Қазталап ағамыз дүниеге келген, өлеңдің бидайын әлімен келбетке текті өлкеде дүниеге келгенімізді мақтаныш санаймыз. Туған елге, жерге, оның топырағына деген сүйіспеншілік әрбір жан үшін аса киелі ұғым, ыстық сезім. Ал туған жер сізге несімен ыстық? Туған жер ауасымен, үстіне аунап-қунап, қалай жалаңаяқ басып жүрген өскен топырағымен ыстық, ауасымен, суымен. Жалпы біздің ауылымыз көп айтып жатады ғой, көп адамдар айтып жатады. Өзен жоқ, тау жоқ, ауылдан неге келмейсіздер, қалаға неге келмейсіздер, Астанаға неге келмейсіздер деп сол өзіне жауап беремін ғой. Біздің ауылдың жаңағыдай тауы жоқ болғанмен, айтып кеттім ғой сөзінің басында, Жұбанымыз бар, Сағынғалиымыз бар, қазақтан шыққан Тұңғыш банкир Қартбай Біржанов бар, Базарған Қуадыр ағамыз бар, Шарипа Сәлиев ағамыз бар, балалар жазушы, балалар ақыны. Осындай текті тұлғалар дүниеге келген, яғни тауы жоқ болса да тауы тұлғалы адамдар көп дүниеге келген жерде. Осындай тұлғалармен айтып кеткен жоғарыда кетіп өткен мысалдармен ыстық, әр адамның туған жері өзіне масатай көрінеді дейді ғой. Осы елдеміз, еңбек етіп жатырмыз туған жерімізде. Туған жерге арнаған туындыларыңыз бар ма? Бір-екеуін оқып берсеңіз. Әрине, өнерге жақын болғасын, өлеңге жақын болғасын, туған жерден өлең шығармаса ол білмеймін қалай болатынын. Жалпы келген кезде, осыдан бір 2-3 жыл бұрын 4 жол өлең шығарып едім. Соңғы кезде үлкен сұранысқа ие болып осы ауылымыздан дүниеге келіп, белгілі себептермен республикамыздың түкпір-түкпірінде қызмет етіп көшіп кеткен ауылдастарымыз желілеріне салып, қазір жидеге өлең жазады ғой. Сол жиделердің артына сол өлеңді жазып алып, осы жидеге екендерін көрсетіп жүр. Тамаша, өзім үшін бір жақсы шыққан туынды болған сияқты. Біз туған жер тайпақтың өлеңдісі, өлеңдінің басымдау өлеңдісі, суылдаған жаманы мен жүгірмек, туылмаған бұл жерде төбең кісі деген. Және өлеңді меген ақын батырмен айбындел, өзіңде өтті құлыншақтарым қайғындыр, қуанса біреу паршауы болып қуанар, қайғырса біреу паршауы болып қайғындыр, жұбаным жалғыз, мен қазақтың деп өтіп ең, ел үшін жырды сейілтпес өнер өкілең,
Жыланды шақыр, жұбанды шақыр деуші еді көшеңді кессем, сайраған тарих шетінен, жастайлап жайсаң, самалды сазын естірген, әнмен ғана бақытын тапқан бес күннен, әлде бір құлақ тыңдамай жатса айтайын әндері бірақ кемемесе де ешкімнен деген сияқты осындай туындыларымыз бар. Өз арамызда осы ауыл, аудан деңгейінде орындалып жүргендеріміз. Туған жерімізді өркендетуге қандай үлес қосып жатырсыз? Біз енді әр адам өз шама шарқынша елдің өркендеуіне үлес қосады ғой. Алла тағала әркімге әртүрлі талант береді. Өзіңіз көріп отырсыздар. Экраннан елімізге келген меймандар, осы елдің өркендеуіне атсалысқан біраз аталарымыз бен әжелеріміз көрсетіліп жатыр, және өте ауылдық әкімшіліктің жасап қойған елдің өркендеуіне үлес қосқан, елдің экономикалық, әдеби, мәдени даму көз алдарыңызда, және осы жерде әр салада ауылымыздың гүлденуіне, көркеюіне үлес қосқан ағаларымыз бен бауырларымыз тұр. Ал мына бетте жаңа айттық қой, біздің ауылдан ақын жазушылар алдағы үшін көп шыққан Таукулған перзенттерге лайық. Сол ауылдастарымыздың кітабы 25 жыл басқарған Жәкебай ағамыздың, Сәлімжан Еркебаев ағамыздың, Жұбан бір, Сағынғали бір, Қанат Оразғалиевтің тарихшы ағамыз бар, Наурызбай ағамыз, Әбілқайыр, осындай мемлекеттеріміз. Оны айтып жатқаным, бұл кісілер ол елдің өркендеуіне халық әлдінше қызмет еткен ағаларымыз ғой. Біздер енді шамамыз келгенше әдебиетпен мәдениетті барынша үлес қосып жүрген жайымыз бар. Қолымызға домбыра алып, елдің мұң-мұқтажын, елде болып жатқан жақсы жаңалықтарды көрсетіп, танытып, шамамыз келгенше қаламмен, домбырамен халық адымы жеткенше үлес қосып жүріп деп ойлаймын. Басқа әріптестерімізбен араласып. 10 жылдан кейін туған жерімізді қалай елестетер едіңіз? Негізі қазір көп ауылдар көшу жүріп жатыр, тек біздің ауылға ғана қатысты жайт емес. Бұрын осыдан 10 жылдан кейін қалай елестетесіз? 10 жыл бұрын Өлеті 300-600 үй болды ғой, жалпы негізі Өлетіде. 10 жыл бұрын бір 300 үйдің сол шама болды, одан кейін қазір 200 үй тұтын қалды ғой бізде. Көшіп кетті. Дегенмен дей тұрғанмен адам өз туған жерін жамандамайды ғой, жақсылықтан үміттенемін. Өйткені бұрын ағаларымыз біледі, апаларымыз біледі, отынмен көріп күлмен шығып жүрді, аналарымыз сол кезде көгілдір отын келеді десе ауылға ешкім сенген жоқ бізге. Енді облыстан да тап шалғай жері болмасақ та 150 километр жердегі ауылымыз ғой. Сайық көршілес өзіміздің сайық қалай тектер дүниеге келіп жұбан жырына қосқан жүректің қармақтасқыш қай жері, сайықтың сарымсаққа бай жері, көңілімнің көз алдында бәрі күйгір жапалана сай жерлеп. Аллаға шүкір, сол көгілдір отын келді, армандаған ешкім сенбеген, одан кейін су келді. Біздің суымыз қандай және мен бір айтыста айтқаным бар еді, сіздерге дұғай сәлем айтты, жаманның суын ішкен жақсы адамдар. Біздікіндей мөлдір таза су осы облыста білмеймін қай аудандарында бар екенін. Және де желі қазір өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желіде бізде ғаламда жақсы көрсетіп тұр. Енді бір алдағы 10 жылда жастар келіп, демография дамып, экологиямыз жасап, жол салынып, жақсы болады деген үміттемін. Өйткені жол құрылысы да Ақжайықтан бері қарай басталып жатыр ғой енді. Жақсы болсын дейміз, елдің ішіндеміз, елмен көреміз енді. Көптің көрген болып елдің жақсылығына сенеміз ғой. Сіз сияқты үлкен тұлғамен кездесу бүгінгі болып жатқан сұхбаттың өзі тарих деп ойлаймын. Жақсы бір сұхбаттың куәсі болды. Ағай, рахмет сізге. Сізге де рахмет, шығармашылық шыңдарынан көріңіздер.